Сәлеметсіздер ме, құрметті сарандылық әріптестер. Біз Абай ауданы, Топар кенті, Абай атындағы Тірек мектебінің бастауыш мұғалімдері Тажибекова Зинагүл Болатовна және әріптесім Назирова Ардақ Абигөлиевна. Біз логика әлемі бағдарламасын жасаған болатынбыз. Осы бағдарламаны жасалу кезінде оқу бағдарламасының 16 қыркүйек 2016 жылғы оқу бағдарламасына сәйкес етіп, сол бағдарламадағы оқу мақсаттарына сәйкестендіре отырып жасаған болатынбыз. Назарларыңызға осы оқу бағдарламасы авторлық. Бірінші сыныпта 33 сағат, екінші сыныпта 34 сағат. Мақсаты, бағдарламаның мақсаты негізгі бала өз бетіне шешім қабылдау, білімді өмірде қолдану, шығармашылық тұрғысынан ойлау, танымдық қызығушылық, ақыл-ой деңгейін қалыптастыру. Әрі қарай, жаңа айтып кеткендей, логика әлемі авторлық бағдарламасы, біз негізі осы оқу бағдарламасына сүйеніп, соны басшылыққа алып, осы ұқсас мақсаттар осы болды. Мысалы, логика әлеміне байланысты 1-де 2, 3 мақсат ұқсас болды. Және де кеңістікті бағдарлау, ойша елестету, байланысты 1, 1, 2, 4, үлгімен жұмыс, заңдылықты табу, 1, 1, 3, 1, және логикалық тілмен ойды дәлелдеу, 1, 5, 1, 1. Бұл бірінші сынып бойынша. Ары қарай екінші сынып бойынша да сәйкестікті анықтап алдық. Ол классификация логикалық құрылым. Бұл екінші сыныпта 2, 1, 2, 3. Сандар арасындағы заңдылықты табу, 2, 3, 2, 1. Ойлау мен дәлелдеуге үйрету, 2, 5, 1-де 1. Логика, кеңістік логика, бұл 2, 1, 3, 2. Қайырлы күн, әріптестер. Енді біз жаңағы сіздерге ұсынып отырған логика әлемі бағдарламасының құрылымы мен мазмұнына тоқталатын болсақ, бұл жаңағы біздің құрылымы бірінші қиял мен зейінге шолу, сосын өмірдегі тиімділік, одан кейін оқушылардың білім деңгейін бақылау. Жаңа әріптесім Зинегүл Болатовна айтып өткендей, біз бұны ең бірінші бағдарламаны құрған кезде математика пәнінің жаңағы оқу мақсатына сүйендік. Онда жаңағы бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім деңгейлерінің жалпы білім беретін пәндері мен таңдау курстары бойынша үлгілік бағдарламаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрінің 16 қыркүйек 2022 жыл номер 399 бұйрығы бойынша осы жаңағы оқу мақсаттарына сүйеніп осындай бағдарлама құрдық. Бірінші бұнда жаңағы логика әлемінің құрылымы. Жаңа мен сіздерге айтып өттім. Логика міндеті, жаңағы мақсатын әріптесім айтты. Міндеті жаңағы логикалық ойлау қабілетін дамыту. Мұнда біз балалардың өз бетінше іздену әрекетін қалыптастыру тапсырмалармен қарастырдық. Танымдылық, белсенділік арттыру, бұл жаңағы ерік пен сезім белсенділіктерін дамыту оқушылардың, сосын шығармашылық қабілетін дамытуға, өз пікірлерін айту, талдау және дәлелдеу, дұрыс сөйлеу мәдениетін қалыптастыруға осы шығармашылық қабілетін дамытуды алдық міндеттің біріне. Сосын проблемалық тапсырмаларды шешуге үйрету дейді. Бұл алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету. Одан кейін коммуникативтік дағдыларды жетілдіру деп айттық. Жаңа ол
көру, есту, баланың байқау, іздену, жаңа қиялдау дағдыларын қалыптастыруға осыны жетілдіру үшін міндеттің біріне осыны алдық. Одан кейін міне өздеріңіз көріп отырғандай сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру, бұл негізгі ойлау операцияларын сапалы түрде қолдана білуге үйрету баланы. Жаңа сіздерге айтып өттім, мен бағдарламаның үш құрылымы, мазмұны мен құрылымы үш бөліктен тұрады деп. Қиял мен зейінге шолу, оған тоқталатын болсақ, бұл жерде бұл қиял мен зейінге шолу құрылымында біз жаттығулар, балаларды жаңағы бұл жердегі тапсырмалар, жаттығулар сабақтардың белгісіне қарай бөлуге және оларды орындауға, салыстыруға, жүйелеуге, логикалық сөздерді түсінуге және оларды дұрыс қолдануға, талдауға, ұғымды анықтауға арналған тапсырмалар берілген. Оқушыларды талқылай білуге, осы қиял мен зейінге шолу бөлімінде алған білімдерін қолдана білуге негізделген ауызша есептеудің қызықты тәсілдеріне арналған тапсырмалар енгізілген. Сонымен қоса шығармашылық жаттығулар, геометриялық маңызды жаттығулар бар. Бұл жерде логикалық тапсырмаларды шығару тәсілдерін үйретуді көздейді. Сондықтан осы құрылымға енгізуге болады. Осы жаңа қиял мен зейін логикалық ойлаудың бастауы деп, мына жерде ұзақтығы 45 минут, өзі жалпы бірінші сыныпта сабақ 34 сағат қой. Иә, 33 сағат. Иә, осы жаңағы біз бір сабақ үлгісін көрсеттік. Мына жердегі ұзақтығы 45 минут, мақсат оқушылардың зейінін шоғырландыру, қиялдау арқылы логикалық ойлауға ынталандыру, салыстыру, байқағыштық, назар аудару дағдыларын дамыту. Бұндағы күтілетін нәтиже оқушылар ұқсастық пен айырмашылықты таба алады, қиял арқылы ойды еркін жеткізеді, зейінін нақты әрекетке бағыттай біледі. Сабақ құрылымы ұйымдастыру кезеңі, яғни өздеріңіз білесіздер, әріптестер, бұл жерде психологиялық дайындық, қиялға қатысты жаңағы мен айттым, бұл бөлімде жұмбақ, мақал мәтелдерді кіргізуге болады деп. Сонда психологиялық дайындыққа жұмбақты айтуға болады. Одан кейін қызығушылық оятуға жаңағы салыстыру деп айттым, суретке қара және не жетіспейтінін тап деген 5-6 зат бейнеленген сурет беріледі, біреуін алып тастайды. Үшінші негізгі бөлімде енді нағыз сабақтың бөлімі зейінге арналған тапсырма, екі суретті салыстыр, айырмашылығын тап деген екі мына жерде көріп отырсыздар. Сосын қиялды дамытуға арналған тапсырма бар, егер мен екі саны болсам деген. Осындай тапсырмаларды ұсынып отырмыз. Келесі және де енді балаларды жаңағы бір ойларын жинақтау үшін жаңа сөйлеу мәдениетін дағдыландыру дедік, бірлесіп жұмыс істеуге нететін біздегі топтық жұмыс. Сосын топтық жұмысқа жаңағы суреттер беріледі, бірлесіп логикалық қатар құру, әр топ өз жауабын қорғап түсіндіреді. Соның ең соңында қорытынды бөлімімізде смайлик арқылы бағалап көрсеттік. Мына жерде бізге өте жақсы, қанағаттанарлықсыз. Рефлексия маған не ұнады, не қиын болды, өзін-өзі бағалау, смайлик жұлдызша түрлі түсті белгі деп. Бұл жерде сіздердің өздеріңіздің де өте жаңағы бағалауға өте көп ақпарат бар, оны да қолдануға болады. Біз сіздерге смайликтің бір түрін көрсетіп отырмыз. Жаңа мен сіздерге айттым, мазмұндың құрылымы мен екінші жаңағы бөлім біздегі өмірдегі тиімділік. Бұл нағыз қазіргі қозғалып отырған мәселе функционалдық сауаттылық деп айтуға болады. Бұған енгізілген жаңағы бұнда бұл жаңағы бағдарламамыз, жаңағы логика әлемі деген, осы оқушыларға көмекші әдістемелік құралдың ұтымдылығы, оқушылардың бастауыш сыныптардан бастап өз ойын жүйелі де түсінікті етіп жеткізу, сөйлеу дағдыларын қалыптастыру болғандықтан қызықты сұрақтар, мақал мәтел, жұмбақтарды, жаңылтпаштарды талдауға басты назар аударылады. Сондай-ақ сөйлеудің ауызша және жазбаша түрі, олардың ерекшеліктерін қамтыған материалдар беріледі. Тез ойлап, тез шешім қабылдау, салыстыру, ажырату қабілеттерін дамытады. Осындай тапсырма міне жерде мен
бердік. Тапсырма түрлеріне мысалдар: реттілікпен орналастыр, суретке қарап тапсырма, ертең мектепке бару үшін дайындалу ретін анықта дейді. Жаңағы жерде оқушылардың алдына өзекті міндеттерді қоя біледі. Бұл жерде оларды шешеді, логикалық тапсырмаларды пайдаланып, салыстыру, топтау әдістерін қолданып, дәлелді тәуелділіктің шешуін табады деген мақсатпен осындай тапсырмалар берді. Таңдау жасау тапсырмасы мына жерде екі баланың күн тәртібі берілген, қайсысы тиімді ұйымдастырылған дейді. Және бұл жерде қоршаған ортаны танып білу үрдісі баланың ойланып, дамытып қана қоймайды, оқушының қоршаған ортаға адамгершілік қарым-қатынасын қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Келесі жағдаяттан шығу, міне бұл да бір ситуация деп айтады ғой, баланың тез арада жаңағы шапшаңдығы, өзіне жаңағы дайын шешім қабылдауы. Осы жерде біз мынандай: Айдос пен Айша сабаққа баруға дайындалып жатыр. Айдос заттарын кешке дайындап қойды, ал Айша таңертең асығып жинайды. Қайсысы тиімді, неліктен? Топтық тапсырма идеясы бар жерде. Уақыт кестесін құру, топпен күн тәртібін жасап, өз кестелерін ұсынады. Тиімді, тиімсіз ойыны, түрлі әрекеттерді салыстырып, дұрыс шешімді таңдау. Жаңа бұл жерде атап өткендей, жаңағы бұл жерде оқушылардың қоршаған дүние туралы алған білімдерін дұрыс қолданып, әлеуметтік және табиғи ортада өзінің жүріс-тұрысын әділ бағалай білу қабілетін тәрбиелеу, қоршаған ортаны танып білу, сабақтарында алған білімін өз бетінше жұмыс істеу қабілетін дамытады. Келесі біздегі жаңағы сіздерге айтып отырғандай құрылымның 3-ші бөлімі оқушыларының білім деңгейін бақылауға. Формативті күнделікті бақылау, оған ауызша сұрақ-жауап, сабақ барысында оқушының ойлау деңгейін бақылауға мүмкіндік береді. Екінші, жұмыс парақтары тапсырмаларды орындау арқылы логикалық ойлау мен шешім қабылдау қабілетін бағалайсыз. Одан кейін стикер әдісі бойынша мен білдім, қиын болды, қызықты болды сияқты кері байланыс. Бағдаршам әдісі: жасыл бәрін түсіндім, сары аздап түсіндім, қызыл қиын болды. Бұл жерде де сіздердің өздеріңіздің ақпарат жүйесінде өте бағалауға көп дүниелер бар, соны қолдануға болады. Біз бағдаршам мен стикер әдісін сіздерге ұсынып отырмыз. Қазір қалыптастырушы бағалау парақтары, одан кейін 3-ші бақылау жұмысын жүргізу. Қалыптастырушы бағалау парақтарында әр тапсырманың соңында оқушы өзін бағалайды, қиын, қызықты, жеңіл жерін. Сосын мұғалімнің белгілейтін жері: тапсырманы толық орындады, шешім түсіндірді, қолдау қажет деген. Ал бақылау жұмысы 90 соңында жүргізуге болады. 3-5 логикалық тапсырмадан тұруы мүмкін. Түрлері: сәйкестендіру, реттілікпен қою, қиялға негізделген шешім табу. Енді бұны бағалайтын болсақ, бұған критерийлер жаңағы шешімнің дұрыстығы, түсіндіру қабілеті, уақытты тиімді пайдалануы деді. Жаңағы мен айтып өтейін дегенім, осы жерде оқушылардың білім деңгейін бақылау, бұл логикалық жаттығуларды орындау баланың ақыл ойын, қиялын, ой ұшқырлығын дамытады. Бұл оқушылардың түрлі мазмұнды есептерді шығаруда жаңағы есептің шартын құра білуге қалыптастырылады. Бір есептің бірнеше шешімдерін табуға жетелейді. Әрбір сабақ қызықты есептермен аяқталып, логикалық есептер оқушылардың жас ерекшелігіне қалай күрделенуі қажет. Логикалық тапсырмалар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үш негізгі бағытта іске асырылады. Бұнда бірінші, қызығушылықтарын арттыру, ойлау және қабылдау қабілетін дамыту, сосын шығармашылық ізденісті дамыту. Енді мына жерде логикалық тапсырмаларды қолдануда, егер де сіз сабақтың кіріспе бөлігінде қолданатын болсаңыз, миға шабуыл ретінде қысқа логикалық сұрақ немесе жұмбақ қойылады. Бұл балалардың қызығушылығын оятады. Мысалы, қарға ұшып жүріп, ал тасбақа ше неге, неліктен сұрақтар төңірегінде жалғастыруға болады. Егер де сіз сабақтың негізгі бөлімінде қолданатын болсаңыз, тақырыпқа байланысты логикалық мынадай ойлауға арналған жаттығулар беруге болады. Мысалы, өмірдегі тиімділік тақырыбына жағдаятты шешу, таңдау жасау, себебін түсіндіру, оқушылар топпен жұмыс жасап, тапсырма шешімін бірге талқылайды. Бұл коммуникативті дағдыны, тыңдау мен дәлелдеу қабілетін дамытады.
Егер де логикалық тапсырмаларды сіз қорытынды бөлімде қолданатын болсаңыз, қиялға негізделген тапсырма немесе жағдаят, мысалы, егер сенің 1 минутқа ғана бәрін тоқтататын уақытың болса, не істер едің? Сәйкестендіру немесе артықты тап ойына жаңа ақпаратты бекітуге көмектеседі. Сонымен қатар бағалау мақсатында егер қолданатын болсаңыз, тапсырмалардың күрделілігіне байланысты оқушының ойлау деңгейін анықтауға болады. Жұмыс парағына жазбаша жауап беру арқылы жеке жұмысын бағалауға болады. Үй тапсырма ретінде ұсынсаңыз, қысқа логикалық жағдаяттар мен қиялға құрылған тапсырмалар беріледі. Балалар ата-анасымен бірге талқылай алады. Бұл отбасылық қатынасты да нығайтады. Енді келесі тапсырмалар бағдарламада жаңа біз айтып отырмыз ғой, 1-2 сыныпта деп. Бұл жерде 1 бағдарламада дәстүрден тыс және қызықты тапсырмаларды орындау үшін қажет пайымдау жасау, ой қорыту білігін қалыптастыру бойынша жұмысты жалғастырылады. Бұнда жаңағы бағдарлама келесі тапсырмалар түрлері енгізілген. Жалпы 1-2 геометриялық мазмұндағы жаңа кеңістік ұғымын дамытуға арналған тапсырмалар бар. Сосын заңдылықты реттілікте арнауға арналған тапсырмалар бар. Сосын жиынмен байланысты амалдарды орындауға арналған тапсырмалар, өзара бір мәнді сәйкестік, математикалық жаңағы бас қатырғыштар, логикалық қорытындылар деп. Сосын көңілді жаттығулар, блиц әртүрлі тапсырмалар, сөз жұмбақтар, сосын реттеуге арналған тапсырмалар бар. Енді осы жерде біз сіздерге жеңіл логикалық қатарды жалғастыр, сұрақ 2, 4, 6, 8, жауап 10, түсіндіру, бұл 2-ге көбейту арқылы өсіп келе жатқан жіп сандар қатары деген мынандай тапсырма ұсынылып отырмыз. Сәл қиындау, артықты тап. Мысалы, сұрақ мысық, ит, тауық, қоян, жауабы тауық. Түсіндіру себебі қалғандары сүтқоректілер, ал тауық құс деген сияқты. Енді жаңағы біз айттық қой, қиыннан күрделірек дедік, қиындау қайсысы дұрыс емес? Дүйсенбі 1-ші күн, сейсенбі 2-ші күн, сәрсенбі 3-ші, жексенбі 4-ші күн. Жауабы жексенбі 4-ші күн емес, аптаның соңғы күні. Түсіндіру аптада 7 күн бар, жексенбі 7 күн. Баланың логикасы. Енді күрделі міне логикалық жұмбақ, сұрақ, айнала қоршау, іші толы торша, отырған 25 бала сабақ оқып жатыр. Жауабы сынып, түсіндіру, қоршау, мектеп бөлмесі, торша, терезе, 25 бала оқушылар деген сияқты. Балалардың ойлау қабілетіне кішкене тірек беру. Топтық жұмыс, жаңа біз айттық, басында бағдарламаның бұл коммуникативтік дағдыны дамытады деп, ынтымақтастықты үйретеді, логикалық және сыни ойлауды дамытады деп. Бұл әр жаңағы 3 құрылымда да бар топтық жұмысты тапсырмаларда беріліп отырады. Сосын артық затты тап, мысалы осындай топтық талқылауға беруге болады мына тапсырманы. 2-ші тапсырамыз топпен ойла, топпен қорға. Дүкенге бардық, әр бала 1 алма, 1 нан, 1 сүт сатып алды. Топта 4 бала болса, барлығы неше сат алынды? Бұл жерде де әріптестер өздеріңіз жаңағы тапсырманы өздеріңізде қоюға болады. Біздің енді ұсынып отырған неміз жаңағы логикалық тапсырмалар топқа басқа да түрлерін ұсынуға болады сіздерге. Мына жерде енді бұл жерде жаңа біз айттық қой сіздерге коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру деп. Сонда мына жерде зейінін, есте сақтау қабілетін, жаңағы көру, есту, байқау, іздеу сияқты қиялдау. Міне осы тапсырманы біз алдық. Бұл қарап алады бала жақсылап. Сосын есте сақтау бар бұл жерде, зейін бар. Сосын келесі неде қай орнында қайсысы жоқ, қай нені бала ретін көріп, зейін қойып, қайтадан табады осыны. Осындай тапсырмалар бар. Сосын топтық жұмыс әдіс, логикалық жұмбақтарды шешу, суретпен жұмыс, сандық қатарды жалғастыру. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, біз қай уақыт 2-ні көріп тұрып 14 дейміз. Тиімділігі бір-бірімен қарқын қатар жасайды, ой бөліседі, бір шешімге келеді. Топтық жұмыстардың несі, қорытындысы. Енді мына жерде шөлдегенде деген, қатты шөлдегенде адам ыдыстағы сұйықтан
ыдыстың да ішіндегі сұйықтың түріне қарамай ішіп қоюы мүмкін ғой. Дегенмен қандай ыдыстан су ішуге болмайды? Бұл да баланың үлкен бір ойлау, зейін қою қабілетіне сәйкес тапсырма. Енді логика әлемі бағдарламасын оқыту кезінде логикалық ойлауды қалыптастыру үшін оқушылардың ойлау дағдыларының дамуын өлшеу және бағалау әдістері деген ең соңында. Әрине бүкіл жұмыс өткізгеніне тапсырма өлшеу және бағалау әдістері болады. Бірінші бақылау әдісі дедік. Мұғалімнің рөлі бұл жерде тапсырма орындау барысында оқушының әрекетін бақылайды. Нені бағалайды мұғалім? Ойлану уақыты мен жылдамдығы, уақытты. Сосын логикалық тұжырым жасау қабілеті. Жаңа айттық қой, біз сөйлеу мәдениеті, өз ойын жеткізу деп. Сосын тапқырлық пен дәлдік. Оқушының тез шешім қабылдауы тапқырлықпен. Енді бағалау критериялары арқылы жаңағы біз дағды дедік, қалыптасу деңгейі дедік. Дағды дегенде жаңағы себеп салдарын анықтау және де жылдам есептей алу деп те алуға болады. Сосын дағдыға математикалық ұғымдарды меңгеру, мынау артық затты табу деп тұр ғой. Сосын шығармашылық және логикалық қабілеттерін арттыру. Енді біліктілігі неде? Жаңағы мына жерде қалыптасу деңгейі деп алдық. Сөйледе ойыңды түсіндір әдісі, тағы логикалық ойлау барысын бағалауға осындай тапсырмалар. Енді әріптестер, біз ұсынып отырған Зейнегүл Боладова әріптесім екеуміз ұсынып отырған бағдарлама бұл қандай сабақ деп айтуға болады. Бұл заманауи сабақ. Бұл әр оқушыға жеке көзқарас жүзеге асырылатын сабақ деуге болады. Әртүрлі қызмет түрлерін қамтитын сабақ, оқушыға ыңғайлы сабақ, іс-әрекет оқушының танымдылық белсенділігінің дамуын ынталандыратын сабақ. Сабақ балаларда шығармашылық ойлауды дамытады. Сабақ зиялы оқушыны тәрбиелейді. Сабақ ынтымақтастық, өзара түсіністік, қуаныш пен құмарлық атмосферасын қамтиды. Осылайша математика сабақтарында оқыту әдістемесінің оқу құрылымдарын қолдана отырып, оқушылардың зерттелетін пәнге деген ынтасы артады. Бұл оқушылардың пән бойынша білім беру бағдарламасын тиімді игеруіне әкеледі. Яғни математикадағы игере алмай жатқан балалардың қосымша жаңағы тапсырмаларын игеруге көмектеседі деген мақсатпен біз осындай бағдарлама құрдық. Назарларыңызға рахмет. Осындай еңбекпен сіздермен бөлісіп отырғандарымызға өте қуаныштымыз. Еңбектеріңізге табыс тілеп, әрі қарай осы еңбегіміз жана берсін деп тілеймін. Сонымен қоса сіздерге әріптестер, осы бағдарламамыздың жаңағыға кері байланыс беріп, қай жерде қандай ұсыныс айтасыздар, қай жерде қандай түзету жүргізесіздер, сіздерден біз кері байланыс күтеміз. Сау болыңыздар. Рахмет. Жақсы.